Сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Нұрымова Гүлдара Алданысқызына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер. Қаралып отырған заң жобасы мемлекет басшысының тапсырмасының шеңберінде әзірленген. Заң жобасымен жұмыс істеу барысында депутаттар заң жобасының жекелеген нормаларын нақтылайтын және оның мазмұнын жақсартатын түзетулер енгізді. Бірінші бағыт: медицина қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін міндетті сақтандыру тетігі жетілдірілді. Атап айтқанда, келесі нормалар көзделген: сақтандыру ұйымдарына сақтандыру жарналарын төлеуді, медицина қызметтер көрсетуге арналған тарифтерді ұлғайту есебінен денсаулық сақтау субъектілері ғана жүзеге асыратын болады. Медицина қызмет көрсету мәселелері бойынша пациенттердің өтініштерін қарау тәртібі анықталды. Айталық, тәуелсіз сараптама жүргізу жөніндегі нормалар көзделген. Оның қорытындысы сақтандыру жағдайының басталу фактісін растау үшін ғана қолданылатын болады. Сақтандыру жағдайының басталу фактісі расталған кезде сақтандыру төлемдерінің мөлшері нақтыланды. Олардың мөлшері пациенттің өмірі мен денсаулығына зиян келтіру дәрежесіне байланысты болады. Екінші бағыт: медицина қызметкерлерінің әлеуметтік кепілдіктерін күшейту мақсатында мектепке дейінгі балалар ұйымдарында орын бөлу кезінде медицина қызметкерлерінің балаларына басым құқық беру. Қызметтік міндеттерін атқару нәтижесінде қаза тапқан немесе мүгедектігі белгіленген медицина қызметкерлерінің балаларына жоғары оқу орындарына мемлекеттік білім беру грантын бере отырып конкурстан тыс қабылдау. Бұдан басқа, медицина кадрлардың тапшылығын қысқарту үшін Аманат партиясын сайлауалды бағдарламасына сәйкес ауылға жұмыс істеу үшін келетін медицина қызметкерлеріне 100 ең төменгі жалақы мөлшерінде бір жолғы ақшалай төлемді жүзеге асыру жөніндегі нормалар қабылданды. Сонымен қатар, мемлекет басшысы медициналық қызметкерлерге қолдау көрсету үшін және медициналық қызметкерлерінің мәртебесін арттыру мақсатында берген тапсырмасы бойынша бір жолғы 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленетін мамандықтың үздігі атағын беру көзделген. Сондай-ақ, медициналық сақтау саласында ерекше еңбегі үшін бір жолғы 1000 айлық есептік көрсеткіш төленетін Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дәрігері құрметті атағы көзделген. Бұдан басқа, заң жобасында вейптерді әкелуге, өндіруге, сатуға және таратуға толық тыйым салуды белгілеу, әскери медицина қызметкерлерінің қызметін жетілдіру, медициналық көмек көрсету кезінде клиникалық хаттамаларды ұсыныстар ретінде қолдану жөніндегі нормалар көзделген. Заң жобасының нормаларын талқылау бойынша жұмыс тобының 35 отырысы және комитеттің кеңейтілген отырысы 12 жұмыс жиналыстары 2 дөңгелек үстел өткізілді. Жұмыс тобының мүшелеріне белсенді қатысқан үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті депутаттар, заң жобасын екінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймыз. Рахмет.